Енді жылқысында қайтару соншама жылқысын төлеп отыр ғой. Төке. Алдымда аға болып туасың, жылқымды барымталап қуасың. Әстәуке, төбебейді батаған соң, ақиқатты қалай бұрасың? Алтазулы арғының қарап отыр. Жүйелі сөзіме тұрасың. Төбебей, неге олай бұғасың? Енді өзіңіз шешті ғой. Қаз дауысты Қазбек би, екеумізден сөз артылған ба? Мен де айттым айтарымды. Біраз жерге барыстық. Жарлық бізден болса, жабдық өзгеден болсын. Ендеше, алдымызда жолы кіші болғанмен жас үлкен ағамыз әлі Мәйтеке би отыр. Ендігі кесімін сол айтсын. Айыр тілді би ағам, Әйтекем айтса, мен де тұрдым сөзіне. Тұрдым деп отыр ғой, ендеше айтсын. Ал Әйтеке. Сабыр етіңдер ағайын. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дәрия, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек. Туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Бітісем деп келсең бітірейін. Төлі, сен жылқысың қайыр. Қазбек, сен жесірің қайыр. Кесім осы. Аға бидің билігін мойындайым. Әйтеке би әділдігін айтты. Төрелігіне мен де тұрдым. Уа, жайсаң жұртым. Ел болған соң дау болады. Жар астында жау болады. Дау дамайды осымен тәмамдайық. Ертеңгі болар хан алдындағы келелі кеңесте елдің жайын түзеп, бағдарын айқындайтын саралы сөз саптайық. Илахи әумин. Жөн сөз. Кеңесіміз келісті болсын. Қызымыз сырғалы, ұлымыз бөрікті болсын. Еліміздің еңсесі биік, арманы асқақ, рухы өміршең болсын. Әумин. Айбай тізім. Атам қазақ өлімнен ұят күшті дейді. Соның мәнісін даңғыл билердің өз аузынан естісек. Кейбірімізден жас болса да, Төле бидің жолы үлкен. Сол бастасын. Сатқын мен басықта ят болмас. Ұяты жоқтың бағы жанбас. Опасызға бақ пен дәулет қонбас. Ар ұяттан аттамағандардың сөзге, сертке бекемдердің. Жанын берсе де, арын бермегендердің ұрпақтары еш қашан жерге қарамас. Үш даңғыл мына жұртқа тағы қандай тәмсіл айтар екен? Жаманға да бақ қонатын күн болады. Біреудің өтірігі шын болады. Батырдан бақ қайтатын күн туса, қанша тауып айтса да мін болады. Қаңғыртса, ханның қызы ханшаны, бақытсыз бір лайық күн болады. Әділ бейі болмаса, ел ғарып боп билігі кетер. Елі қадірін білмесе, қайратты туған ері арманды өтір. Қарашаның қамын ойлаған даналардан айналдым. Айтқанға тоқтап, билерін тыңдаған халқымнан айналдым. Қарағайдан биік
ағаш жоқ, бұтақтар болмаса, берекесі тайша жоқ. Ақылды деген адамның айтарға аты болмаса, айтқан сөзі жайша жоқ. Бұл дүниеде не жетім? Айтылмаған сөз жетім, киілмеген бөз жетім. Басшы жоқ ел жетім, аққуғаз ұшып қонбаған айдын шалқар көл жетім. Тумай жатып әкесін, туғаннан соң шешесін жалмаған бала шын жетім. Бай алмаған қыз жетім, баласы жоқ үй жетім. Кеміс туған жан жетім, егесі жалқау мал жетім. Халқы кеткен бірліктен мереке жоқ, иман жоқ, елі тоз-тоз қан жетім. Қатар құрбысы қалмаған қарт жетім. Жеті жәннат дегеніміз не? Қатының қары болмай, ұлың ұры болмай, адал еңбек ететін, бұйырған несібесін жейтін, күйіп отырған отбасың, ошаққасың, бірінші жәннат. Елінің амандығы, жерінің бүтіндігі, халық орнында хан тағында отырса, ол екінші жәннат. Үлкенді сыйлап, кішіге ізет жасау. Ежелгі келе жатқан мұсылмандықтың қаймағы бұзылмағандығы. Үшінші жәннат. Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру. Елге ел қосу, құда жекжат болу, өрісті кеңейту. Төртінші жәннат. Амандығың, денсаулығың, ел қатарлы тірлік етуің бесінші жәннат. Қойныңдағы қатының адал болса, ақыреттегі досың айналса, алтыншы жәннат. Алла әр пенденің алдынан жарылқап, ақ жауып арулап қойса, соңғы жетінші жәннат. Жұт жеті ағайынды дегенді қалай түсінеміз? Біріншісі құрғақшылық, Екіншісі жұт. Үшіншісі өрт алау. төртіншісі соғыс деген зұлмат. Бесіншісі топан су қаптап, сел басу. Алтыншысы зілзала. Жетіншісі оба кеселі. Бұған қынадай қыратын кеселдерді, алмағайып апаттардың бәрін қосуға болады. Жеті қазынаны қалай түсінеміз? Киіз туырлықты қазақта жеті қазынаның қатарына кіретіндер: ер жігіт, сұлу әйел, жүйрік ат, ілім білім, жүйрік тазы, қыран бүркіт, берен мылтық. Бұлардың қатарына диханның диірменін, саудагердің базарын қосуға болады. Үйсін Төле би бізге сөз қалдырмады. Жол жағынан кішімін, жас жағынан үлкенмін. Мен айтар сөзді қазақтың төбе би атанған Төле би айтып қойса, менің тоқтағаным жөн шығар. Ендігі бар үміт, осы арғы тегі 16 атадан бері билік айтқан Төле биде халқым. Асылыңды ардақтай біл, алтар салашым.